Армыздар орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей эфирде баспасөз конференциясын бастаймыз. Референдум, конституцияға енгізілетін түзетулер туралы нені білу қажет? Бұл туралы бізге бүгін спикеріміз Қазақстан Республикасы әділет вице-министрі Мұқанова Алма Қайратқызы айтатын болады. Қош келдіңіз, сөз сізге беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар. Бүгінгі кездесуіміздің тақырыбы атап айтқандай ол референдум және ата заңымызға енгізілетін түзетулер туралы не білу қажет екендігіне арналған. Президент құрған заңгерлер мен ғылымдардан тұратын жұмыс тобы конституцияға түзетулер жобасын ұсынылған болатын. Конституцияның 91 бабына сәйкес түзетулер жобасы конституциялық кеңес қарастырып, ағымдағы жылғы 4 мамырда түзетулер бойынша оң қорытынды шығарылған болатын. Өз кезегінде конституцияға түзетулердің республикалық референдум арқылы немесе парламент арқылы екі енгізу жолы бар. Президент бірінші жолды референдумды таңдаған болатын. Бұл таңдау демократиялық институттардың дамуына бағытталған жол болып саналады. Референдум дегеніміз не екеніне тоқталсам, бұл конституцияға өзгерістер енгізу қажеттігі бойынша бүкіл халықтық дауыс беру рәсімі. Бұндай рәсім мемлекетіміздің өмірінің өзге де неғұрлым маңызды мәселелеріне арналған шешімдердің жобалаулары бойынша да өткізілуі мүмкін. Референдум республиканың бүкіл аумағында 5 маусым күні өткізіледі. Референдумға елдің кәмелетке толған азаматтары қатыса алады. Қазір орталық референдум комиссиясы референдумға қатысуға құқығы бар адамдардың тізімін жасақтауда. Референдумға бір мәселе шығарылады. Ол конституцияға түзетулер қабылдау мәселесі. Егер 11 облыс халқы көпшілігі жақтап дауыс берсе, онда түзетулер қабылданды деп есептеледі. Егер бұл көрсеткішке қол жеткізілмесе, онда түзетулер қабылданбаған болып саналады. Неліктен мен 11 облыс туралы айтып отырмын, түсіндіремін. Республикалық референдум туралы конституциялық заң бойынша референдумға шығарылатын мәселе, егер ол үшін өңірлердің кемінде 3-тен 2-сінде дауыс беруге қатысқан азаматтардың жартысынан астамы жақтап дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Айта кетейін, қазір Қазақстанда 17 өңір бар. Жаңа 3 облыстың құру туралы жарлығы осы жылдың 8 маусымынан басталып қолданысқа енгізіледі. Сондықтан 5 маусым күні өткізілетін референдумға 17 өңір қатысатын болады. Оның 3-тен 2-сі ол 11 өңірді құрайды. Осыған байланысты конституцияға түзетулерді қабылдау толығымен халықтың еркіне байланысты өткізілетін болады. Енді түзетулердің өздері туралы. Түзетулердің шартты түрде 12 блокқа бөлуге болады. Слайдта ұсынылған. Көптеген түзетулер осы жерде орталық коммуникациялар қызметінің алаңында егжей-тегжейлі талқыланған болатын. Мен қысқаша олар туралы да айтып шығамын. Президенттің ең бастысы лауазымына байланысты шектеулер. Бірінші кезекте ол президенттің жақын туыстары үшін саяси лауазымдар мен квазимемлекеттік секторда басшылық лауазымдарды атқаруға шектеу қойылуы. Екіншіден, ол президенттің өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде саяси партияда болуына шектеу қою. Бұдан әрі ол президенттің өңірлер әкімдерінің актілерін күшін жою және тоқтата тұру, аудандардың облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың әкімдерін босату құқығын алып тастап, көріп отырғандарыңызда президенттің өкілеттіктері қысқаруда. Екінші, ол тұңғыш президенттің мәртебесіне байланысты барлық нормалардың алып тасталынуы. Қазіргі конституцияда 3 норма бар. Ол бірінші президентке 2 реттен артық сайлану мүмкіндігі. Екінші, оның қызметін жекелеген конституциялық заңмен реттеу бойынша норма. Және тұңғыш президент іргесін қалаған республика қызметінің түбегейлі принциптерін және оның мәртебесін өзгеруімен байланысты норма. Бұл нормалар алып тасталынады. Сонымен қатар, атап айту қажет, экс-президенттердің конституциялық кеңесте болу құқығы да алып тастау
Енді бірде-бір президент өз лауазымын аяқтағаннан кейін конституциялық кеңеске, я болса да конституциялық сот қатарына кіруге мүмкіншілігі болмайды. Үшінші, ол жерді, оның қойнауын, суды, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін, басқа да табиғи ресурстарды халық меншігі деп жариялау. Халық атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Бұл аталған ресурстарды кімге тиесілі екендігі мәселесіне ақырғы нүкте қояды. Мемлекеттік институттар тек халықтың атынан осы ресурстарды басқарады. Бұл жерге жеке меншік режиміне ешқандай жағдайда әсер етпейтінін ескеру қажет. Яғни жеке меншіктегі жер одан әрі жеке меншікте болады. Сондай-ақ Конституцияда билікке қатысты ұқсас режим идея бар екенін атап өткім келеді. Конституция бойынша билік халыққа тиесілі. Алайда халық өз билігін мемлекеттік институттар арқылы жүзеге асырады. Төртінші, ол кейбір адамдардың лауазымда болуына байланысты шектеулері. Мәселен, Конституциялық сот, жоғарғы сот және өзге де соттар төрағалары мен судьялары, орталық сайлау комиссиялары, жоғарғы аудиторлық палатаның төрағасы мен мүшелері үшін саяси партияда, кәсіп одақтарда болуға және қандай да бір партияны қолдауға тыйым салыну ұсынылып отыр. Бесінші, ол өлім жазасын жою. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде өлім жазасын жазалау шарасы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін 17 құрам бар болатын. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстанда өлім жазасына 2003 жылдан бастап мораторий қолданылған. 21 жылы Қазақстан азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге екінші факультативтік хаттаманы ратификациялау рәсімі өткізілді. Осылайша өлім жазасынан бас тарту туралы ниет расталды. Енді бұл мәселе Конституцияда түпкілікті шешілуде. Алтыншы, ол мәжіліс алдында жылына 2 рет республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп беретін жоғарғы аудиторлық палата құру. Қазіргі палата ол жылына 1 рет тиісті мәжілістің алдында оқылым жасайды. Жетінші, ол құқық қорғау институттарын күшейту. Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің және заңдылықты жоғары қадағалау жүзеге асыратын бас прокурордың мәртебесі Конституцияда бекітіледі. Кейіннен олар туралы тиісті конституциялық заңдар қабылданатын болады. Өз кезегінде бұқаралық ақпарат құралдарының қызығушылығынан өкінішке орай тыс қалған бірқатар түзетулерді түсіндіруге, олардың қоғам үшін маңыздылығына дәлірек тоқталғым келеді. Ең бірінші, ол конституциялық соттың құрылуы. Конституциялық кеңес қазіргі таңда ол тек қана президенттің, премьер-министрдің, парламент депутаттарының және соттардың өтініштерін ғана қарастырады. Енді адам құқықтары жөніндегі уәкілге, бас прокурорға және ең басты азаматтарға конституциялық сотқа жүгіну құқығы беру ұсынылып отыр. Бұл кез келген нормативтік құқықтық акт Конституцияға сәйкестігі тұрғысынан қаралуы мүмкін дегенді білдіреді. Бұл дегеніміз министрліктердің қандай да бір қағидалар мен тәртіпті бекіткен бұйрықтары, әкімнің нормативтік актілері және тіпті үкімет қаулыларына дейінгі мәселелерді қамтиды. Қазіргі таңда олардың дау-дамайы азаматтық процестің ережелеріне сәйкес жалпы юрисдикция соттарында жүзеге асырылады. Конституциялық сот мемлекет конституциялық негіздер мен адам конституциялық құқықтарын қорғауға арналған әлемге әйгілі модель. Сондықтан конституциялық сот актыны, оның ішінде сот шешімін шығаруға негіз болған заңды қайта қарауға құқығы болатын болады. Екінші, ол парламенттің қалыптасу моделін және жалпы сайлау жүйесін өзгерту. Қазір сенатты маслихаттар сайлаған депутаттар және президент тағайындайтын 15 депутат құрайды. Жоба бойынша президент квотасы 15-тен 10 депутатқа дейін қысқартылады. Оның 5-і халық ассамблеясы ұсынатын болады. Ал мәжіліс депутаттары қазір тек саяси партиялар арқылы және ассамблеямен сайланады. Осы ассамблеяның 9 квотасын алып тасталынады, яғни мәжілісте 98 депутат болады.
Бұл 98 депутат аралас жүйе бойынша сайланады. Депутаттардың бір бөлігі партиялық тізімдер арқылы, екінші бөлігі кандидатты халықтың тікелей сайлау арқылы сайлануы. Өз кезегінде мұндай модельге депутаттық өкілеттігін тоқтату да аралас түрде болады. Олар кандидатты партиялық тізімнен шығару, саяси партияның тарату, немесе депутатты сайлаушылармен кері қайтарып алу, барлық деңгейлерде қолданылатын императивтік мандатты енгізу ерекшеге назар аударғым келеді. Бұл императивтік мандат не десеңіз, ол егер депутат қоғамның сұранысына қанағаттандырмаса, сайланған депутатты алып тастау мүмкіндігі енгізу. Қазіргі таңда ол 100% аудан деңгейінде, 50% облыс деңгейінде және 30% мәжіліс деңгейінде атқарылуы мүмкін болады. Шын мәнінде бұл сайланған депутаттардың жауапкершілігін арттыру тетігі және олар жарияланған сайлау бағдарламасын іске асыруды ынталандыру болып табылады. Үшінші, ол заңдарды қабылдау жүйесін өзгерту. Қазіргі заң жобаларын алдымен мәжілістен, содан сенатқа дәйекті қарау арқылы қабылданады. Енді заңдарды қабылдау мәжіліске беру ұсынылады. Ал сенат оны мақұлдау немесе мақұлдамау құқығына ие болады. Мұндай модель заңдардың қабылдау тәртібін едәуір жеңілдетеді және депутаттардың сайлаудың жоғарыда аталған аралас моделін ескере отырып, заңдарды қабылдау кезінде көзқарастардың бәсекелестігін арттыруға мүмкіндік береді. Төртінші, ол әкімшілік құқық бұзушылық туралы соттардың шешімдері бойынша мәжбүрлі еңбекті қолдану мүмкіндігі. Бүгінде мәжбүрлік еңбек, яғни қоғамдық жұмыстар, қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жаза ретінде ғана қолданылады. Алайда әлемдік тәжірибеге көрсеткендей, ұсақ әкімшілік құқық бұзушылықтар да қоғамдық жұмыстармен жазалануы мүмкін. Сіз шетелдегі азаматтардың қандай да бір бұзақылық үшін қоғамдық жұмыстар жүргізіп жатқанын көрген боларсыздар. Дәл осындай модель бізде қолдануға жол ашылып жатыр. Осылайша, мысалы, жалпы пайдалану орындарын ластағаны үшін адамды қоғамдық жұмыстарға тартуға болады. Бұл 5 айлық есептік көрсеткіштен тұратын айыппұлға қарағанда қоғам үшін де, адам үшін де тиімдірек болуы мүмкін. Әсіресе төлемге қабілетсіз бұзушыларға қатысты жүктеме ақыр соңында отбасылық бюджетке түспеу үшін жол ашылуы мүмкін. Бұл шын мәнінде қоғамның жетілуін және өзгеруге дайын екендігін көрсетеді. Егер тиісті түзетулер қолдау тапса, біз әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің санкцияларын қайта қарау бойынша жұмыс бастап, ұсыныстар жинаймыз. Онда мұндай жазалау шаралары өзгеретін болады. Бесінші, ол облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкімдерін тағайындау тәртібінің өзгерілуі. Қазір облыс әкімдері тек президентпен тағайындалады. Жергілікті деңгейде әкімдерді сайлау институты кезең-кезеңмен енгізілу екеніңізге сіздерге мәлім. Өткен жылы ауылдар мен кенттер әкімдері сайланған. 25 жылдан бастап облыстық маңызы бар аудандар мен қалалар әкімдегі сайлануы басталады. Облыс деңгейінде әкімдердің кандидаттардың маслихаттарымен келісуі ұсынылады. Яғни, аудандардың, аудандық және облыстық маңызы бар қалалардың барлығын қоса алғанда, барлық маслихаттар ұсынылған кандидаттардың ішінен әкімдік таңдайтын болады. Олар келіспеуі де мүмкін. Іс жүзінде бұл да президенттің қазіргі өкілеттігін қысқарту болып табылады. Бұл кезінде мұндай тәсіл мемлекеттік басқаруды құру тұрғысынан демократиялық оңтайлы болып табылатыны мәлім. Осылайша Конституцияға түзетулердің негізгі бағыттарын ұсынуға тырыстым. Ел халқы бұл түзетулерді жақтап дауыс бере алады, немесе қарсы дауыс бере алады. Егер жақтап дауыс берсе, ұсынылған өзгерістер моделі іске қосылатын болады. Егер халық қарсы дауыс берсе, онда Конституцияға ешқандай өзгерістер енгізілмей, қолданыстағы нормалар сақталатын болады. Енді 5 маусымда барлығымыз референдумға қатысамыз. Және таңдауымызды жасаймыз. Назарларыңызға рахмет.
Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге тырысамын. Жақсы, рахмет. Сұрақ жауап бөліміне көшейік. Ендеше кезек бойынша Мұхитова Әсемгүл, Азаттық радиосынан. Саламатсыз ба? Негізгі сұрақ, анау бюллетендегі сұрақ, жалғыз бюллетенге қойылатын жалғыз сұрақ қой. Ол жерде мысалы бір ғана сұрақ болады, түсінгенім. Сіз конституциядағы өзгерістерге келісесіз бе, жоқ па деген? Иә, жоқ. Мысалы, егер ол жерде 33 бапқа 56 өзгеріс енгізілу көзделіп отыр. Егер мысалы азамат кейбір өзгерістерге келіспейтін болса, қарсы болса, не істеу керек? Онда оған бір қандай да бір заңды жол беріле ме? Бұл бір адамдардың конституциялық құқығын шектеу болып саналмай ма? Өйткені 33 бапқа өзгерту деген енді әжептәуір ғой. Бәлкім жеке-жеке мүмкін жаңағы сіз көрсеткен 12 бапты жеке-жеке көрсету керек пе еді деген сұрақ. Сұрағыңызға рахмет. Бұл сұрақ бірінші рет қойып тұрған жоқ, бұрында қойылған бірақ сұрақ болады. Сіз өзіңіз атап өткендей, өйткені конституцияға өзгерістер ол бір тұтас жоба ретінде шығарылады. Сондықтан егер де кейбір нормалармен келіспеушілік туса да, адам өз үшін шешім қабылдау керек. Бір тұтастай өзгерістерге олар басым ба? Келісімі басым ба, не келіспеушілігі басым ба? Сондықтан бұл әрине адамның өзінің шешуі болу керек бұл ретте. Нақтылап жіберсем, онда басқа шетелдік референдум өткен кезде қандай норма, қандай жоба қолданылады? Ол жерде де осылай жалғыз сұрақ бола ма, жоқ жеке-жеке бола ма? Соны қарадыңыздар ма? Бірінші ретте бұл республикалық референдум туралы конституциялық заңына қарасақ, бұнда бізде де әртүрлі модель қолдану мүмкін. Бұл жеке сұрақтарда болу мүмкін, қазір қолданылып отқан бір сұрақта шығару мүмкін. Бірақ біз өзіміз көріп тұрғандай 56 түзету, ол 56 сұрақ шығарған, ол жай жағдай емес. Басқа мемлекеттердің тәжірибесін әрине қарадық. Онда да осындай аралас модель қолданылады. Референдумға осы жобаларды шығарып тұрған азаматтар бұл кезде президенттің өкілеттігі туралы айтып өту қажет. Оның шешімі бойынша бұл 56 бөлек сұрақ емес, бір жоба ретінде. Өйткені біз түсіну керекпіз, барлық түзетулер олар болса да бір-бірімен қарым-қатынасы зор, аралас. Бір түзету, ол екінші түзетумен қарым-қатынасы зор. Сондықтан біз бір түзетуді қабылдай отырып, екінші түзетуді қабылдамаса, бүкіл осы саяси реформаның өтуі ертең қиынға түсу мүмкін. Сондықтан не біз бұл бүкіл жобаны қабылдаймыз, не біз қазір бұны қабылдауға дайын емес екеніміз бойынша шешім қабылдану қажет. Әр бап, әр өзгерту жаңа бір-бірімен тығыз байланысты. Тығыз байланысты олар, Жақсы. Рахмет. Екінші сұрақ, президенттің өкілеттігі қысқарады, азаяды деп жатсыздар. Жаңа жобада, бірақ жаңа жобада ол кісі 5 лауазым иесін тағайындауға құқығы бар. Бұған дейін де 3 болатын. Бұл керісінше емес пе, оның өкілетін, құзыретін күшейтіп, яғни конституциялық сотқа, жаңағы ұлттық банк бар, сот, жоғары сот кеңесі деген сияқты бәрін үстінен қарап отыратын бір тетікке айналмай ма президент? Яғни оның өкілеті керісінше күшеймей ме? Өйткені ол 5 лауазым иесін ол тағайындағаннан кейін ол тұлғалар әлбетте президентке тәуелді болады. Соны ашып түсіндіріп берсеңіз. Сұрағыңызға да рахмет. Сіз айтып отырған жаңа 2 лауазымды тұлғаны тағайындау, бұрында президентте ондай өкілеттік болды.
мысалы конституциялық сотта, жоғарғы сот кеңесінің де бұнда керісінше ол парламенттің келісуімен тағайындайтын болады деген нормаға өзгерістер енгізіліп отыр. Сондықтан ол жеке басымен таңдамайды бұрынғыдай, келісім механизмі бойынша. Сондықтан бұл лауазымның кішкене қысқартуы туралы айтылып жатыр. Сосын басқа да мен өз ақпаратымда айтып кеткендей, басқа да өкілеттіктер қысқартылып жатыр. Мысалы, бұрын енді квота сенатқа 15 квотаның енді ғана 10 болады, оның 10-ның 5-і ассамблея бойынша болса, президентке былай қарасаңыздар 5-ақ депутат сенаттың. Ол қысқаруы. Және де жергілікті атқарушы органдарымыздың әкімдерін тағайындау, ол да маслихаттардың келісімімен деген. Олар барлығы біртіндеп қосқанда өкілеттіктің азаюына әкеліп соғады. Өйткені әрине, егер біз біртіндеп контексттен жұлып бөлек-бөлек қарасақ, ол түсініксіз болады. Бірақ барлығын қосып, санап, ашық айтсақ, керісінше қысқарып жатыр, көп қысқарып жатыр. Нақтылап жіберіңізші, онда нақты несі қысқарды? Егер біз нақты қысқарғаны, ол тек қана өз еркімен тағайындамай келісім рәсімі бойынша тағайындау деген ол қысқару. Неліктен? Өйткені келісуші органдар оған келісімін бермеуі де мүмкін. Қазіргі таңда біз, мысалы, маслихаттар туралы айтып айтсақ, облыс маслихаттарының 50% партиялық емес тізімнен, ол әр Қазақстанның азаматы өз еркімен тағайындалуы, егер әрине халық оны қолдаса, депутат болуы мүмкін. Ертең біздің жергілікті аудандар маслихаттары 100%-дық партиялық списокқа кірмей сайлануы мүмкін. Әкімдерді, мысалы, тағайындаған кезде бұл келісім тек қана облыс маслихаттары емес, бүкіл маслихаттардың депутаттармен келісілетін болады. Сондықтан президент берген ең кем дегенде 2 кандидатурасы бұл жергілікті маслихаттардың көңілінен шықпаса, олар келісім бермейді. Қазір халқымыз азаматтық позициялары өзгеріп жатыр, оны бәріміз түсіну керекпіз. Сондықтан бұл келісім процедуралары былай қарағанда президенттің өкілеттігін қысқартып жатыр. Рахмет. Және егер келіспесе, ары қарай қалай болады сонда процедура? Мысалы, парламентке әкелді, конституциялық соттың несін, или тағы кімдерді? Парламент депутаттары мақұлдамады. Ол рәсімдердің барлығы енді конституцияға сәйкестендіру заңдарында рәсімделетін болады. Бірақ алдын ала, егер келіспесе, президент басқа кандидатураны ұсынуға мәжбүр болатынын атап өткен жөн.